1864 жылы екінші Шлезвиг соғысында Дания жеңілгеннен кейін, Джон Дженсен мен оның інісі Питер соғыстан зардап шеккен отанын тастап, Атлант мұхиты арқылы Америкаға жаңа өмір бастауға аттанады. 7 жыл бойы олар бейтаныс жерде тынбай еңбек етіп, жаңа өмір құрады. Осы уақытта Джон Данияда қалған әйелі Мари мен ұлы Кристенді сағынады. Отбасысыз өткен жылдар оның жүрегінде терең жара қалдырады. 1871 жылы Джон мен Питер Американың шекарасындағы темір жол вокзалында толқып тұр. Ақыры Джон сүйікті отбасымен қауышпақ. Көп ұзамай Мари мен Кристен пойыздан түсіп, жарқын күлімдейді. Кішкентай Кристен әкесін қарсы алады. Ерлі-зайыптылар арасында терең махаббат пен қамқорлық бар. Джон оларды Питермен мақтанышпен таныстырады. Бірге үйге қарай жолға шығады. Питер қалада ісі бар екенін айтып, біразға қалып қалады. «Ханым, әйелім тіл білмейді» дейді Джон. Сол сәтте олардың қасындағы ерлі-зайыптылар шығарылып, орнына қауіпті екі ер адам отырады. Олардың бірі қатыгез банданың жетекшісі Генри Деларюдің ағасы Пол Деларю. Ол түрмеден жаңа шыққан, көздерінде достық емес қауіп бар. Осыдан кейін бәрі бақылаудан шыға бастайды. Кешке Пол мен серігі ұйықтап жатқанда, дирижанста нәзік сәт болады. Джон Кристенге жергілікті жануарлар туралы үйретіп, болашақ аңшылық сапарларды әңгімелейді. Бірақ тыныштық ұзаққа созылмайды. Пол кенет Маримен сөйлесіп, оған ішімдік ұсынады. Мари бас тартқанда әңгіме ыңғайсыз болады. Мари ағылшынша білмегендіктен, Джон оған Дания тілінде сыпайы болу үшін ішімдікті қабылдауды айтады. Мари тыныштық сақтау үшін келісе алмайды. Пол, сен көп сөйлемейсің, иә. Менің ханшайымым мүлдем сөйлемейді. Оның ата-анасын өлтіргеннен кейін, оның айғайынан шаршаған шығар дейді. Джон, әйелімнің аты Мари деп жауап береді. Пол Маримен флирт жасап, оның көйлегіне қолын созады. Джон оны тоқтатуды ескертеді. Екінші ер адам Джонға қару кезеніп, тыныш болуын талап етеді. Не істейсің? Ештеңе істей алмайсың, дейді ол. Джон отбасына қорған болу үшін Мариге Дания тілінде Полдың құлағын тістеуді айтады. Мари солай істейді. Джон тез арада бандиттің қаруын тартып алады. Джон қарумен жағдайды бақылауға алады. Кристенге екінші бандиттің қаруын алуды айтады. Бірақ Пол хаоста Кристенді ұстап, оның мойнына пышақ қояды. Пол Джонға дилижанстан түсуді, әйтпесе отбасын өлтіретінін айтады. Джон Мариге бірдеңе айтпақ болады, бірақ бандит оны тепкілеп шығарып жібереді. Кейін Джон жол бойында Кристеннің жансыз денесін табады. Жүрегі жараланып, ұлын құшақтап жылайды. Ол Кристеннің денесін алып, жолмен жүреді. Дилижанс тоқтаған жерде Джон өлген жүргізушінің қаруын алып, аттарды шошыту үшін оқ атады. Содан кейін бандиттерге дәл көздеп, біреуін өлтіреді. Пол қашады, Джон оны қуады. Пол өмірін сақтап қалу үшін ешкімді ренжітпегенін айтады. Келесі таңда Питер келеді, маңайда бейтаныс аттарды байқап тексеруге келген. Ол Джонды Мари мен Кристеннің денелерінің жанында жылап отырғанын табады. Питер ағасын жұбатады. Джон бандиттерді танымайтынын айтады. Ағайындылар құшақтасып, енді бір-бірінен басқа ешкімдері қалмайды. Сцена жабайы батыстағы шаңды қалаға ауысады. Генри Деларю бастаған қарулы топ атпен қалаға кіріп, өздерін иелері ретінде ұстайды. Деларю жергілікті американдықтарға қарсы қатыгез шайқастарымен танымал, бұрынғы одақ армиясының полковнигі. Ол атынан түсіп, қала мері әрі діни қызметкер және жерлеуші Натан Кинге барады. Деларю ашулы, маңайда табылған екі өлі адам туралы жауап талап етеді. Кин, алаңдап, қалада ешкімнің қатысы жоқ екенін айтады. Олар әлі білмейді, бірақ өлгендердің бірі Деларюдің ағасы Пол. Деларю кісілді табуға түске дейін уақыт береді, әйтпесе екі кінәсіз адамды өлтіреді. Інжілден дәйек сөз келтіріп, кек алатынын уәде етеді. Егер мэр құрбандарды таңдамаса, 4 адамды өлтіретінін айтады. Көп ұзамай қару дүкенінің иесі, қарт Боровский ханым мен аяғы жоқ ер адам құрбан ретінде таңдалады. Мен дайынмын, әке. Бүкіл қала саған риза болады дейді Боровский ханым. Оның немересі Войчек, сенсіз қалай өмір сүремін, әже, деп жылайды. Деларю аяғы жоқ адамды ойланбастан атады. Боровский ханым Деларюдің жаны үшін дұға етеді, бірақ ол оны да мейірімсіз өлтіреді.
Әлі қанағаттанбаған Делари үшінші кінәсіз адамды әйелінің көзінше өлтіреді. Шериф Малик қала тұрғындарына араласпауды және сабыр сақтауды ескертеді. Делари көбірек қорғау ақшасын талап етіп, бағаны көтереді. Айдың соңына дейін $160 келісеміз бе? Мгер келісе алмайды. Полдың жерлеу рәсімінде оның жесір әйелі мылқау Мадлен жанында тұрады. Делари оған суық, бос сөздермен жұбатады. Сол уақытта Джон мен Питер Мари мен Кристенді жерлеп кек алуға деген ниеттері өседі. Ағайындылар батысқа қарай кетеді. Олардың мергендік дағдылары назар аударады. Кейбір қала тұрғындары оларды Полдың өліміне қатысты деп күдіктенеді. Блэк Крикке жеткенде біреу шерифке хабар береді. Джон жерін мэр Кингге сатуға тырысады, бірақ Кинг Деларидің салықтары мен қауіптеріне сілтеп, бағаны 2 есе төмендетеді. Джон өлтірген адамның Пол Делари екенін түсінеді. Басқа амалы болмаған соң төмен бағаға келісе алмайды. Кен ақшаны етікке жасыруды кеңес береді. Сол уақытта Делари мен Мадлен Standard Atlantic Oil компаниясының бизнесмендерімен кездеседі. Олар Делариға ақша беріп, зорлық-зомбылықтан сақ болуды ескертеді. Федералды үкімет Блэк Крикті қолдаудан бас тартқан, шериф Малик көмексіз қалған. Компания мұнайға бай жерді сатып алу үшін Делариға күшпен бақылау орнатуды тапсырады. Питер ұсталады, бірақ төбелесіп қарсыласады. Шериф Малик Джонмен сөйлесіп Питерді босады. Ол маршалдың жағын сындырды. Сенің қайғыңа жаны ашып тұр, бірақ Делари мұнымен тоқтамайды. Сенің өлімің бізге уақыт сатып алады дейді. Келесі таңда шериф Джонды Деларидің бандасына тапсырады. Деларидің оң қолы Джонды бетінен ұрып, оны ағаш бағанаға байлайды, ыстық күн астында азап шегуге қалдырады. Делари Мадленмен бірге келгенде, Джон оған Полдың ұлын өлтіріп, әйелін зорлағанын айтады. Делари оны тыныштандыру үшін ұрып, сөзін бөлді. Көреміз, сарбаз, сен неден жасалғаныңды дейді. Ол Джонды тамақсыз, сусыз, ыстықта өлуге қалдырады. Күн батып, қарғалар айнала бастайды. Мгер Кинг келіп, Джонның етігі мен ақшасын ұрлайды. Делариді Генри деп атап, олардың одағын ашады. Түрмеде шериф шіркеуде болғанда, Питер күзетшіні ашуландырып, оны нокаутқа түсіріп қашады. Деларидің базасында Полдың өліміне қайғырмайтыны, Мадленді меншігі ретінде көретіні белгілі болады. Ол Мадленді зорлап, жаңа Орлеанның ханшайымы болатынын уәде етеді, бірақ оның бетіндегі көгерген іздер мен қорқынышы бұл махаббат емес екенін көрсетеді. Түнде жаңбыр жауып, Джон әлсіреп, байлаулы тұрғанда Питер келіп, оны босатады. Қашып бара жатқанда екі бандитке кездеседі. Питер оларды атып өлтіреді. Қашу назардан тыс қалмайды. Деларидің адамдары атпен қуады. Джон әлсіздіктен аттан құлап, Питер оны үлкен тас артына жасырып, банданы өзіне тартады. Таңертең Джон сусызданған күйде оянып, лас су ішеді. Бірақ Деларидің адамы Питердің денесін атпен сүйреп келе жатқанын көріп қорқады. Деларидің базасында сейф бос, Мадлен мұнай ақшасын алып, вокзалға қашқан. Ол ауыр сөмкемен пойызда тұрғанда, Делари оны ұрып, қанын шашыратады. Оның оң қолы Мадленді әлі пайдалы деп өлтірмеуді сұнады. Джон Блэк Крик маңындағы құрғақ жерде кезіп, қарулы жер иесі Уистлер ханымға тап болады. Ол ескерту оғын атады, бірақ Джон суға зәру болғандықтан құдыққа барады. Құдық мұнайға толы екен. Уистлер Джонды танып, қаруын түсіріп, тамақ пен су береді. Ол да күйеуін Деларидан жоғалтқан. Түнде Джон Киннің үйіне қарумен барады, етік пен ақшасын қайтаруды талап етеді. Кин Уистлердің жерінде сатып алғанын, Делариға жер құжаттарын беріп, қаланы бақылауға көмектескенін мойындайды. Джон Кинді ашық табытқа жатқызып қорқытады. Содан кейін Уистлердің дүкеніне барып, Войчектен оқ-дәрі мен жанғыш сұйықтық алады. Войчекке Маликке Делари мен Киннің сыбайластығы туралы айтуды тапсырады. Таңертең Джон Киннің денесін табытқа салып, алдау ретінде пайдаланады. Делари табытты ашып таңғалып, оны өртеуді бұйырады. Войчек от жағып, назар аударады, жасырынып атыс бастайды. Войчек жанғыш заттармен шатырға шығады, бірақ еденнің сықыры бандитті ескертеді. Бандит жоғарыда байланған Мадленді табады. Войчек оны жаралайды, бірақ бандитке алып, Войчекті өлтіреді. Бандит темекі тұтатқанда төгілген отын жанып кетеді.
Джон жалынға жүгіріп, бандиттің Мадленді сүйреп шығып жатқанын көреді. Джон оның аяғынан атып құлатады. Бірақ ашық жерге шыққанда Деларю Джонды атып жерге құлатады. Деларю Джонды мазақтайды, бірақ Мадлен пайда болады. Джон мен Мадлен бір-біріне қару кезенеді, бірақ шығынға ұшыраған екеуі қаруларын түсіріп, ортақ жауға қарсы бірігеді. Шериф Мали көмекшілерімен келіп, Джонға қаланы құтқарған үшін алғыс айтады, бірақ Мадленді көріп, шиеленсе. Джон Мадленді қорғайтынын айтады, Малик шегіне. Тыныштық орнағанда үнсіз Джон мен мылқау Мадлен атқа мініп, шығын, әділдік және аман қалумен байланған жаңа тарауды бастайды.